Баршаңызға сәлем, менің есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құлпынай қосылып дайындалатын өте дәмді пирогтың жасалу жолымен бөлісемін. Ыдысқа 2 жұмыртқаны саламыз. 150 грамм қант саламыз. Және миксермен жақсылап араластырамыз қант ерігенше. Жақсылап араластырғаннан кейін 50 грамм ерітілген сары майды қосамыз. Тағы да аздап араластырамыз. «150 грамм қаймақ қосамыз. Мен 20% қалдым. 15% да бола береді. Жақсылап тағы да араластырамыз. Осы сұйық массаға құрғақ ингредиенттерді қосамыз. Ол үшін бізге 260 грамм ұн, кішкентай қасықтың ұшымен тұз, кішкентай қасықтың ұшымен сода және 1 кішкентай қасық қопсытқышты ұнға салып, аздап араластырамыз. Және осы құрғақ ингредиенттерді сұйық массаға електен өткізіп, бөліп шетінен қосамыз. Бірден қоспаңыздар, шетінен қосып, миксермен жақсылап араластырамыз. Мен ұнды 3-ке бөліп, електен өткізіп қостым бұл пирогқа. Пирогтың қамыры қою болады, қою болу керек, қатты сұйық болып кетпесін, тура рецепт бойынша жасасаңыздар, қою болу керек. Енді менде диаметрі 22 сантиметрлі форма, форманың ішін майладым. Енді қамырды осы формаға саламыз. Енді қамырды біркелкі етіп түзулейміз. Осы қамырдың үстіне 200 грамм құлпынайды саламын. Негізі қамырмен құлпынайды араластырсаңыздар да болады, бірақ маған үстіне салған ұнайды. Барлық құлпынайды салдым. Енді духовкада 170 градуста 35-40 минут пісіреміз пирогты. Өз духовкаңызға қарай пісіріңіз. Мені духовкадан шықты, толығымен суыттым пирогты. Енді қазір формасын алам. Осындай жақсы көтерілген әдемі пирог болып шығады. Пирогты толығымен суытқаннан кейін үстіне қант ұнтағын себемін. Осы рецепт бойынша пирогты дайындасаңыздар, видеоның астына комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, көп уақытты қажет етпейді. Баршаңызға ас болсын.